Қайырлы таң қазақ елі. Енді 224 мектептің ijra аяқтағандай болды. Біздің жеңісімізбен аяқтады. Бірақ біз кіммен күресіп, қалай жеңістік алдық дегенді түсінбей отырмын. Біз өзіміздің тәуелсіз мемлекетте кіммен күресіп жүрміз? Бұл қандай жеңіс? Жалпы біз жақсы түсінуіміз керек. Бұл жерде бұл тіл мәселесі деген жаңағы Мұхтар Шаханның, Қазыбек Исаның, Ринат Зайытовтың немесе Қуат Хамит сияқты бір қанша тұлғаның ғана жұмысы емес. Енді төмен жақта күресіп жатқандар бар ғой. Жоқ емес, халық бар. Бірақ та жұдырықтай жұмылып отырғанымыз жоқ. Егер қазақ халқы 40% кезінде әлсіз болды. Қазір 80% кезінде біздің дегеніміз болу керек. Оны ешкімнен рұқсат сұрап, ешкім шешім қабылдауға тиісті емес бұл жерде. Диаспоралар турасында айтқанда ешкім шақырып келген жоқ, және ұстап отырған ешкім де жоқ. Мектептерін өздері ашуға тиісті керек болғанда. Бірақ мемлекет тілі оқытылу керек. Мемлекет тілі бірінші орында тұру керек. Біз бір нәрсені жақсы түсінуіміз керек. Тіл құрыса, біз де құримыз. Сондықтан жалпы қазақ халқы жұдырықтай жұмылып отырып күресу керек. Бізде сатқындар жетеді. Ана Олжас деген турасында естідіңіздер ғой. Қалай айтты? Сонда ол кім үшін жұмыс істеп жүр? Ол не үшін керек ондай адам? Және ол самұрық қазынаның жаңағы ақылшыларының бірі екен. Кім үшін ақыл беріп жатыр? Ол жерде не істеп жүр? Енді ол турасында біз түсінбейміз. Оның да қолдап отырған адамдардың жетілікті екенін түсінеміз. Әйтпесе осыған дейін ол әлдеқашан баратын жеріне баруға тиісті еді. Енді Димаш бауырымызға Алла разы болсын. Рахмет, қандай керемет жақсы жауап берді ол жігіт. Қандай жақсы. Егер барлығымыз Димаш сияқты болса, біздің мына барлық өнерпаздарымыз Димаш сияқты болса, халықтың тіліне, халқына деген құрмет Димаш сияқты болса, қандай керемет болар еді. Бір Димаш бүкіл мемлекеттің билігінің істей алмаған жұмысын істеді. Оған қандай марапат лайықты? Енді біреулер қызғанып жатады ғой, анандай беруге болмайды, мынандай беруге болмайды. Қазақстанның мәдениет қайраткерін қимай жатады. Қандай марапат Димашқа лайықты? Осы бір жолғы сөз үшін де қаһармандық беруге болатын шығар. Шынын айтқан кезде әлемде Димаш сияқты енді бір-екі азаматымыз немесе азаматшамыз болғанда, әлем Димаш, әлем қазақша сөйлеп кетеді. Оның отаншылдық, ұлтына деген құрметі қандай керемет. Сондықтан жалпы қазақ халқы жұдырықтай жұмылып отырып күресуіміз керек. Тіл құриды, біз де құримыз. Осыны жақсы түсінейік.